Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып металдар қандай болады. Бүгінгі сабақта сен түсті металдардың түрлерімен танысасың, олардың таралу аймақтарын анықтайсың. Балалар, жеңімпаздарды немен марапаттайды? Дұрыс айтасыздар балалар, медальмен. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде медальдардың орны ауысып кеткен екен. Марапаттаушы ойланып қалды. Оған көмектесейік балалар. Медальдардың әрқайсысы қай металдан жасалғанын, қалай және қандай белгілері бойынша ажыраттыңыздар. Ал осы металдардың тобы қалай аталады? Неге балалар бірінші орынға алтын, екінші орынға күміс, үшінші орынға қола берілді? Себебі балалар металдардың түрлері көп. Және де біз металдарды 3 топқа бөлеміз. Бағалы металдар, жеңіл металдар және де түсті металдар. Осы біздің медальдарымыз бірінші мен және екінші орындарға бағалы металдардан беріледі. Бірінші орынға алтын, екінші орынға күміс, ал үшінші орынға қола медаль беріледі. Себебі бұл түсті металдарға жатады. Кенді пайдалы қазбалардан түсті металдар алынады. Түсті металдардың түрі көп. Қорғасын, мыс, мырыш сияқты металдар ауыр металдар деп аталады. Алюминий, титан, магний жеңіл металдарға жатады. Олардан электрөткізгіш сым, тұрмыстық ыдыс, аяқ, машина дискісі жасалынады. Алтын, күміс сияқты бағалы металдардан әшекей бұйымдар жасайды. Білесіздер ме балалар? Пайдалы қазбаны зерттейтін ғалымды геолог деп атайды. Қазақтың тұңғыш геолог академик Қаныш Сәтбаев. Ол Жезқазғандағы мыс кен орындарын ашқан. Балалар, түсті металдардың қоспалары болады. Мыс пен мырыштың қоспасы жез деп аталады. Жезден жасалған сымдарды электрлік және радиотехникалық құралдарда қолданады. Мыс пен қалайынның қоспасы қола. Одан жарыста 3-ші орын алған жеңімпаздарға медаль жасайды, мүсін құяды. Полиметалл кені түсті металдар алынатын шикізат. Қорғасын мен мырыштың мол кені Шығыс Қазақстан облысында таралған. Олар Риддер, Сокол, Зырян кен орындарында кездеседі. Оңтүстік шығыста Жоңғар алатауындағы Текелі кен орнында, оңтүстік Қаратау жоталарындағы Байжансай, Ащысай және Мырғалым кен орындарында полиметалл өндіріледі. Алюминийдің шикізаты боксит деп аталады. Бокситті Арқалықта өндіреді. Мыс пен марганец кендері Жезқазған өңірі мен Балқаш көлінің жағалауында кен таралған. Жақсы балалар, сіздерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.